ақпанда Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде робототехникадан Назарбаев мектептерінің оқушылары арасындағы бірінші жерлік чемпионаттың ашылу салтанаты өтті. Мектебіміздің оқушылары ұжымы өткізген мерекелік концерт баршаның көңілінен шыққаны анық. Ашылу салтанатының қонағы ретінде қала әкімі Алтай Көлгенов сөз сөйледі. Елбасымыз өзінің стратегиясында атап өткендей, бізге ең маңызды бағыттардың бірі бұл инновация. Робототехниканы дамыту, нанотехнология, биотехнология, жалпы жоғары технологияларды дамыту алдымызда тұрған үлкен мақсат. Оған толық негіз бар. Мінекей 15 зияткерлік, Назарбаев зияткерлік мектептері ашылған. Республикамыздың түкпір-түкпірінде 12 өңірде, сондан өздеріңіз міне бізге келіп отырсыздар. Бұл жастарға деген жасаған үлкен мүмкіндік мемлекеттің тарапынан. Сіздерге көрсетіп жатқан қолдау. Әрқайсысы, әр мектепте осындай робототехника бойынша ұйымдар бар. Сол жерде өздеріңіз білімдеріңізді шыңдап, шетелден келген, өзіміздің еліміздегі жоғары білікті мамандар сіздерге дәріс беріп, сабақ беріп, үйретіп келеді. Соның нәтижесін бүгін көреміз. Өздеріңіздің барлықтарыңыз көріп отырмыз, жеңуге келдіңіздер. Әрқайсысының өздеріңіздің девиздарыңыз бар. Біз ұтамыз, біз алға деген. Сондықтан әрқайсыңызға жеңіс тілейміз. Құтты болсын. Сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектептерінің ақпарат департаментінің директоры Әсел Нұрқожина, облыстық білім басқармасының басшысы Айгүл Мұнбаева, Газету білім орталығының ректоры Ақсерік Айтимов, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің білім жөніндегі проректоры Гүлім Жүсіпқалиева және де қалалық білім бөлімінің басшысы Жансул Төремұратовна ашылу салтанатының қонақтары болды. Қонақтарды мектеп директоры Қадырова Шолпан Мұратовна қарсылап алды. Мектебіміздегі робототехника үйірмесінің жетекшісі және информатика пәнінің ұстазы мистер Майду қатысушыларға сәттілік тіледі. Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің командасы Ресейдегі халықаралық сайысқа Индонезияда өткен әлемдік чемпионатқа қатысып жүлделі орындар алған болатын. Осындай жетістіктердің арқасында мектебіміз Қазақстанда өтетін робототехникадан дүниежүзілік олимпиаданың ұйымдастырушысы болып танылды. Жиналған тәжірибелермен бөлісу чемпионаттың өткізілуінің басты мақсаты болатын. Бүгін робототехникадан чемпионаттың ашылу салтанаты өтті. Дәл қазір оқушылар роботтарын таныстыруда. Олар сонымен қатар өздерінің жұмыстарын 3 категория бойынша таныстырады. Олар сумо, траектория және кегелеринг. Аталған жобаны жай үйрету жұмыстар емес, сайыс түрінде өткізу робототехника бойынша оқушылардың деңгейін білуге және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталады. Чемпионат барысында 2 сағат бойы жаттықтырушылардың көмегінсіз құрастырған роботтарды түрлі әрекеттер жасауға программалады. Практикалық бөлімде құрастырылған роботтарды тексеріп, қателіктерін түзетуге мүмкіндіктер берілді. Ашылу салтанатынан соң өткен сумо категориясының басты талабы қарсыласының роботын рингтен шығару болса, траектория талабында робот жолдың басынан аяғына дейін кедергілерден өтіп шығуға тиіс болды. Соңғы болып өткен кегел ринг сайысында жас сайыскерлер кегелдерді ринг сыртына итеріп шығаруға қабілетті роботтарын ұсынуға тиіс болатын. Бүгінгі робототехника бойынша салтанатты ашылу өте біздің көңілімізден шықты, өте жақсы орынмен болды. Балалардың жарысқа деген қатысқан кезде ынталанды жағы өте керемет болды, көңіл-күй көтеріңкі. Одан кейінгі берілген 2 сағат уақыт өте тиімді және пайдалы. Өзінің жасаған жұмыстарын тестілеуге, бағалап шығуға өте уақыт жеткілікті болды. Өз деңгейінде жоғары ұйымдастырылған, көңілімнен шықты. Оқушылар жасаған жұмысын қазір карантинге қойып қойдық. Бір сәттерден кейін осы жарыс басталып, жарыстың нәтижесін қазір оқушылар толқып күтіп жатыр. Барлық командаларға алда сәттілік, жетістік тілеймін. Үлкен бақталастықпен өткен сайыс соңында жеңімпаздар белгілі болды. Кегелеринг категориясы бойынша мектебіміздің командасының мүшесі Арыстан Сабыров жоғары ұпай санына ие болса, Атырау қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінен келген Асылжан Нұрлыбек траектория сайысынан сүрінбей өтті. Сумо аталымы бойынша Шымкент қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Бекқалиев Бекнұр жеңімпаз атанды. Жабылу салтанаты 21 ақпанда кешсе болып, жеңген командалар марапатталды. Мен осы Шымкент қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен келгенмін. Осы Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлігінде болатын робототехника бірінші жерлік чемпионатында келген болатын. Және осы 3 сайыстың траектория деген сайысына қатысып бірінші орын алдым. Осы чемпионат маған үлкен әсер берді. Талпыныс болса, еңбек болса,
осы бірінші орын жаң көп орындар аласың ғой. Жеңімпаздар қараша айында Мәскеу қаласында өтетін Олимпиадаға Назарбаев зияткерлік мектептері құрамасына қосылып, жолдама алды. Келесі күні, яғни 22 ақпанда чемпионатқа қатысушылар дүниежүзілік көлемде өтетін Олимпиаданың ережелері түсіндірілді. Аталмыш чемпионаттан қатысушылар үлкен тәжірибе жинағандарын және өз мектептерінде робототехникамен тереңірек танысып, жалпы оқу орындарына бұл заманауи ғылымды насихаттайтындығын жеткізді. Желілік чемпионаттар оқушылардың қызығушылығын арттырып, білім деңгейлерін шыңдай түседі. Сонымен қатар робототехника оқушыларды тек робот құрастыруға үйретіп қана қоймай, оларды математиканы, ағылшын тілін жетілдіруіне септігін тигізеді. Робототехниканы дамыту арқылы біз Қазақстанның дамуына үлесімізді қосамыз.